Қорғансыз торғайлар. Интернет желісінде торғайлардың жаппай қырылып жатқанын көрсеткен видео тарады. Бұл бейне жазбаларды Қарағанды тұрғындары да, маңайдағы елді мекен тұрғындары да жүктеуде. Жұрт бұған сан түрлі болжам білдіруде, ал біз нақты себебін мамандардан білуді жөн көрдік. Смотрите, что творится. Воробьи сами по себе дохнут. Вот он, полуживой. Вот они валяются все. Бұл бейне жазбаны Қарағандының оңтүстік шығысындағы Күнгей шағын ауданының тұрғыны түсірген. Ал мынау бірнеше күн бұрын Дубовка ауылынан шыққан бейне жазба. Вся дорога усыпана мертвыми, раздавленными воробьями. Вот возле остановки, вот это все это мертвые, раздавленные воробьи. Ветеринария басқармасының өкілдері келген кезде бір ғана құс табылды. Жұқпалы ауруларды болдырмау үшін оны республикалық зертханаға жіберді. Торғай қоқыс жәшіктерінің бірінен уланған деп болжанып отыр, бірақ құстардың жаппай қырылу үдерісі кейде табиғи құбылыста болып саналады. Практика показывает, что, к сожалению, почти никогда не удается. Бұған дейінгі тәжірибе көрсеткендей, өкінішке қарай мұның нақты себебін табу мүмкін емес. Біріншіден, бұл өте күрделі жұмыс болғандықтан зерттеу, талдау жүргізу қажет. Мұның бәрі тегін жасалмайды. Зерттеушілерге де төлеу керек. Оған қоса өлген торғайлар мен жұлдыз құрттар үшін ешкім зерттеуін бастай қоймайды. Тіпті зерттеу жасалғанның өзінде көмектесуі екі талай. Торғайлар басқада құстардан гөрі адамдарға жақын жүреді, сондықтан осындай жағдайларды біз тез байқаймыз, кейде қалыпты жағдайды қабылдай алмаймыз, дейді Германиядан келген орнитолог Тиль Дитерих. Жақында ауа райы себеп болған кез болды. Күн бірден суытып, жаңбыр жиілегенде жас құстар көтере алмай қалып жатады. Әрине кейде жеген заттарынан улануы мүмкін, бірақ бір емес, қаншама құс қырылып жатса себеп басқада деген сөз. Көліктерге соғылуы да ауа райына байланысты деп ойлаймын. Мысалы, жас ақбөкендер шөп шүйгін шыққан кезде шамадан тыс қоректеніп, тойынудан өлген жағдайларда болды. Себеп әртүрлі. Ерке Алибек Болат, Ирина Нинашева, 5-ші арна.